Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағымызды ашайық. Бүгінгі сабағымыз 121-ші. Бөлім саяхат, дара және күрделі сын есім. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сын есімді сұрақ қою арқылы оның дара және күрделі екенін анықтау. Жақсы, олай болса өткен сабағымызды пысықтайық. Сөз таптарын ата. Зат есім дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді? Дара етістік дегеніміз не? Күрделі етістік дегеніміз не? Мәтін дегеніміз не? Мәтін түрлерін ата. Сын есім дегеніміз не? Жақсы, олай болса бірінші жаттауға қараймыз. Кестедегі сөздерді оқы. Дара сын есім. Ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Бұлар қандай сын есімдер? Дара сын есімдер. Неліктен? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, бір сөзден құралады. Ақ, бір сөз, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Бір ғана сөзден құралған сын есімдер. Бұларды дара сын есім дейміз. Келесі. Ақ, ала, қара торы, жап жасыл, сары ала. Бұлар екі сөзден құралған. Бұларды күрделі сын есім дейміз. Олай болса, ережені есімізге сақтайық. Сын есім құрамына қарай дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Көп, қою. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Ақ, сары, көк, ала. Күрделі сын есімнің құрамында сөздер бөлек-бөлек жазылады. Ақ, сары, көк, ала дегенде байқап отырсыздар ғой. Жақсы. Олай болса екінші жаттауға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Адам көптеген затты табиғаттан үйрену арқылы жасады. Табиғатты терең бақылап, қарау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ұшу ерекшелігін зерттеп, оны үлкен-үлкен ұшақтар жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап, тікұшақ жасады. Міне осы сияқты адамның табиғаттан үйренгені көп. Мәтін не туралы? Яғни, адамдар табиғаттан көп нәрсені үйренді. Осы мәтінге қандай тақырып қояр едің? Табиғаттан үйрену. Дұрыс айтасыңдар. Ал осы мәтін неше бөліктен тұрады? Екі бөліктен. Оны қайдан білдіңдер? Әр бөлік азат жолдан басталады. Ал енді қандай ұшақ түрлерін білесіңдер? Ол үшін мына суретке қарасаңыздар болады. Әуе шары, ұшақ, тікұшақ, ғарыш кемесі. Мінекей. Мынау адам қолынан өзі ұшыратын кәдімгі ұшақ, біздерде суретке түсіргенде, видеоға түсіргенде осындай ұшақтарды пайдаланады. Неге ұшу аппаратының көптеген түрлері бар екен. Жақсы, олай болса оқушылар, дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күннің жадын жасайық, дара және күрделі сын есімдейік. Және төртінші жаттығу. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Өлеңді көшіріп жазайық. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Жазған Тұманбай Молдағалиев. Ал енді бізге айтады, сын есімді табың. Қараймыз. Батыр болам, көк аспанды сүйемін. Сын есімге қандай сұрақ қойылады? Қандай, қай? Олай болса, қандай аспанды сүйемін? Көк аспанды. Яғни бұл заттың түсін көрсетіп тұр. Ары қарай жұлдыздарға барып келіп жүремін. Сын есім бар ма? Жоқ.
Дұрыс айтасыңдар, снесім жоқ. Жақсы, болай болса үйге тапсырма 99-шы беттегі 6-шы жаттығуды аласыңдар. 6-шы жаттығуда жаңылтпашты қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Және берілген ережелердің барлығын жаттаймыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.